осы Дін істер басқармасы бастамасымен ұлттық құндылық, ұлттық болмыс атты челленджді мынау ұлттық дәстүрімізді, салтымызды, оның ішінде ұлттық киімдерімізді дәріптеуді, жастарға үйретуді, одан бір қымсынбай, ұялмай, керісінше абырой көріп, содан бір мақтанатындай жүріп тұруды насихат ету жолында осы бір челленджді өзімнің әріптес достарым, бауырларым, нағыз ұлтқа жанашыр, ұлттың ертеңіне зор үміт күтетін, үміт күттіретін, ұлттың болашағы үшін қызмет етіп жүрген әріптестеріме, бауырларыма осыны жолдаймын. 3 дүркін 3 мәрте алтын домбыра иегері Мұхтар Ниязов бауырыма және Ғалым Баймұрзаев, Ғалымбек Жақсылықов ағамызға және Нұрбол Аппазов, Әзілхан Тәжікеев, Руслан Каюпов және Ұларбек Нұрғалым бауырыма осы челленджді жолдаймын. Олардың осы ұлттық нақышта киім киіп, ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесіне және одан да кейін өстіп жүруге шақырамын және ұсынысымды қабыл алады деген ниеттемін. Құрметті бауырларым, қазақ еш уақытта өзінің ұлттық нақышы бар киімінен, өзінің тұрмыс салт әдебінен еш уақытта жермеу керек, оны керісінше мақтан тұту керек, оны керісінше бағалай білу керек, оны паш ете білу керек және оның қадір қасиетін терең зерттеп, ұғынып, жұртқа да ұғындыра алып жүру керек деп ойлаймын.